Тарша бала. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы, 5 ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерден пайда кәсіп қылуға талап етіп, өзіне тиген енші ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір түйірде берместен арқалап кетіпті. Келе жатса бір өнерші байдікіне келеді. Бұл байға өнер үйренуге ол жігіт жалданыпты. Өнерші бай бек қатты жауыз адам екен. Ол жалданған жігітті бір сандыққа салып қойып, аштан өлтіріпті. Үйінде қалған ортаншы баласы, бұда өнер үйренбекке талап етіп, ода ағасының кеткен жолымен кетіп, ода өнерші байға келіп жалданыпты. Өнерші бай оны да ағасынша аштан өлтіріпті. Үшінші ұлы Тарша бала, ода ағаларындай өзіне тиген енші ешкісін сойып алып, жарты етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсат алып, арқалап кетіпті. Келе жатса бір қора қойға ұшырапты. Бұл қора қойдың қойшысына жолығып сұраса, бұл қойлар өнерші байдық екен. Ол Таршадан сұрайды, балам, қайда барасың? Деп. Тарша бала жауап береді, өнер үйренуге барамын деп. Сонда шал тұрып айтады. Балам, ол сөзіңді бөтен ешкімге айтпа деп, өзіңе өтірік айтпа, жатқа, бөтендерге шыныңды айтпа деген деп. Сонан соң бұл бала шалдың бұл айтқаны рас екен деп ойлап, өнерші байға барыпты. Байдың үйіне қонып, ертең жүрейін деп жатқанда өнерші бай Таршадан сұрайды, балам, қайда барасың, жолың болсын. Деп. Тарша бала жауап береді, мен өзіңдей ер баласы жоққа еншілес бала боламын деп. Сонда өнерші бай айтады, балам, сен біздікінде қал, маған бала бол, біздің бір ақ құнан қойды сойып, той қылып, асық жілігін етімен өзін жеп той, мен өзім жолаушы барамын дейді де, өзі жолына кете береді. Бала, Тарша, хош әке, жақсы бол. Деп үйінде қала беріпті. Бұл өнерші байдың үйінде бір қызы бар екен. Бұл Тарша балаға айтады, аға, сен асық жіліктен өзің жемей, керегенің басына іліп қой, сонда бір ақ тазы келіп, жілікке ұмтылар, сонда сен балтамен ол тазыны лақтырып өлтір деп. Мұнан соң Тарша бала ақ құнан қойды сойып, той қылып, көршілерін шақырып, асық жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын қылып, керегенің басына іліп қойғанда, айтқандай ақ тазы келіп етті жілікке ұмтылғанда, Тарша балтамен жіберіп қалыпты, бірақ балтасы тазыға тимей, ит қашып құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне келген соң, Тарша баланың мұндай істерді істегенін біліп, қатты ашу етіп, бұл итті аштан өлтірейін деп сандыққа салып қойыпты. Бұл байдың бағанағы қызы, әкесі жоқта, сандығының түбін тесіп тамақ беріп, Таршаны тойдырып тұрыпты. Бірнеше күндер өткен соң Таршаның өз әкесі балаларын іздеп шығып, өнерші байдікіне келіп сұрады. Бір Тарша деген балам бар еді, соны көрдіңіз бе? Деп. Өнерші бай, көргенім жоқ деп жауап береді. Бұлардың сөйлесіп тұрған сөздерін Тарша үйде сандықта жатып естіп жатыр еді. Бай әлгідей дегенде, Тарша, әке, мен мұндамын. Деп сандық ішінен айқайлапты. Даусымен баласын танып, байдың сандығынан шығарып алып, Тарша мен әкесі үйіне қайтыпты. Тарша жолай әкесіне айтады, әке, мен бір қара құнан қой болайын, мойныма жіп тағып, жетектеп барып базарға жақсы бағаға сат, бірақ жібіңді алып қал дейді. Баласы сол жерде айтқанынша қара құнан қой болады. Әкесі мойнына жіп тағып базарға апарып сатып, ақшасын алып, үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түсіп, әкесіне айтады. Әке, мен бір қара жорға ат болайын, мені базарға апарып сат, пұлымды ал, бірақ шылбырымды алып қал депті. Баласы айтқанынша ат болып, әкесі базарға апарып сатып, шылбырын алып, үйіне қайтты. Ертеңіне баласы, Тарша, тағы өз қалпына түсіп, үйіне келіп, әкесіне айтады. Әке, мен бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын, сен мені базарға апарып сатта, бұлымды алып, бірақ бұйдамды алып қалып, үйге қайта бер деді. Тарша айтқанынша тайлақ болып, әкесі базарға сатайын деп жетектеп келе жатса, алдынан баяғы өнерші бай шығыпты. Ол айтады, маған мынау тайлағыңды сат деп. Таршаның әкесі айтыпты, тайлағым басы 100 тилла деп. Сонда өнерші бай бұлардың айласын біліп, жаман оймен тайлақты 100 тиллаға сатып алыпты да үйіне жетектеп келіп, баяғы қызын шақырып алып, мынау тайлақты ұстай тұр депті де, өз үйден пышақ алып, тайлақты бауыздайын деп. Үйіне жүгіріп кетіпті. Қыз әкесінің жаман ниетін біліп, үйден бода пышақ ала шыққан екен. Әкесі үйге кірген кезінде, тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя беріпті. Өнерші бай тұра салып үйінен шығып, қалып бара жатқан тайлақты көріп қуыпты. Тарша сонда түлкі болып қашыпты, өнерші бай тазы болып қуыпты. Өнерші бай жете берген кезде, Тарша түлкіден үйрек болып ұшыпты, бай онда қаршыға болып қуыпты.
Bir azdan soң Тазша бала торғай болып қашыпты, онда бай қырғи болып соңына түсіпті. Онан соң Тазша торғай қалпында шаңыраққа ұшып келіп қонып отырғанда, бай қырғи келіп таяна бергенде, Тазша қорқып, шүберек болып жерге түсіпті. Өнерші бай онда кісі болып, шүберекті қолына алайын дегенде, Тазша тары болып домалапты. Онда өнерші бай тауық болып шұқиын дегенде, Тазша мысық болыпты да өнерші байдың желкесіне мініп алып тістеп, тырнап, зорлықпен өнерші байды өлтіріпті. Сөйтіп оның қызын өз алып, барша мұратына жетіп, зор бай болып дәурен етіпті.